Құрметті ұстаздар, шәкірттер, оқырмандар, қазақ тілі әдебиет пәнінің бірлестігімен 10 сынып оқушыларының дайындаған бүктүрелерін назарларыңызға ұсынамыз. Көшпенділер Ілияс Есенберлиннің 3 кітаптан тұратын ұлт тағдырына арналған тарихи эпопея. Трилогияда 5 ғасырлық оқиға, яғни қазақ хандығы өмір сүрген кезең суреттеледі. Жанталас романы Абылай кезеңдегі қазақ хандығының жоңғар, орыс, Қытай елдері тарапынан 3 жақтан бірдей қыспаққа алынып, ел басына қысылатын күн туған шағындағы аса бір қиын кезеңді әңгімелейді. Өз сияқты көшпенді халық жоңғар озбырлығынан елін аман алып шығуға қол жеткізгенімен, Абылай үшін қиындық туғызған батыс пен шығысты екі көрші еді. Міне, Абылай осы екі алыптың көршінің түпкі ойын қалай жүзеге асырмаудың жөнін таба алмай жанталасады. Бұл орайда жазушы негізгі шешімді халыққа қабылдатады. Халықтың айнымас қамқоры Бұқар жырау осы қалауды Абылай ханның құлағына әркез салып ескеріп отырады. Автор хандық дәуірге лайық тақталастарын әр қырынан ала отырып, қазақ халқы өміріне тән рулық тартыстың астарларын ашуға тырысады. Алайда Абылайды идеал қаһарман ретінде көрсетуден іргесін аулақ сала отырып, халық тарихының көркем шежіресін жасауды мұрат тұтады. Шығармада кездесетін кейіпкерлер негізінен тарихи тұлғалар Қасым хан, Хақназар хан, Абылай хан, Бұқар жырау, Асан қайғы сияқты атақты жыраулардың, Қазыбек, Төле, Әйтеке сынды бүкіл қазаққа мәлім билердің, ондаған өнер адамдарының жарқын бейнелерін келтіреді. Сол арқылы өзінің қаламгерлік үлкен арман міндетін, қазақ халқына өзін таныту, жас ұрпаққа өткен ата-бабалары жөнінде мағлұмат беру мақсатын орындап шықты. Халық зердесінің қалғи бастаған сәтін оятуға, ұрпақ санасына ұлттық патриотизм қалыптастыруға қызмет істейтін бағытта жанарын тарихи тереңіне қадады. Өткен тарихты білу, оны келешек ұрпаққа жеткізу біздің басты парызымыз. Заманның сынсызы да, тарихшысы да, бүгінгі жастар, елбасымыз өз бағасын берген Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» романын оқуға кеңес береміз.